Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бөлісетін тақырыбым ағзадағы құрттан қалай құтылу керектігі жайында. Құрттың адам ағзасына түсуі оңай, ал шығуы өте қиын. Жалпы ағзада құрттың бар жоғын қалай білуге болады, ал одан қалай құтылу керек? Міне осы сұрақтың жауабын төмендегі ақпараттардан біле аласыздар. Мамандар адам ағзасында 384 түрлі құрт кездесуі мүмкін екендігін айтады. Құрттар бірнеше сантиметрден 2 метрге дейін болады. Егер сіздің ағзаңызда құрт болса, иммунитетіңіз түсіп әлсірейді, вирустық ауруға тез шалдығасыз, әлсіздік, бас айналу, буын ауруы мен ұйқысыздық мазалайды, тез шаршайсыз, тез күйбелектейсіз, асқазан, ішек және бауыр жұмысы бұзылады, аллергия пайда болады, тері бөртеді, ауыздан жағымсыз иіс шығады, көздің ағы сарғаяды, шамадан көп тамақтану болады, тері құрғап, шаш көп түсе бастайды. Егер осы белгілерді байқасаңыз, тез арада құрттан құтылудың жолдарын қарастырыңыз. Әйтпесе, ағзаның біраз бөлігін істен шығарады. Ол үшін дәрі ішудің қажеті жоқ. Тек қана халық емін пайдаланып көріңіз. Ең бірінші халық емі – кептірілген түйшетенді пижма. 1 стакан қайнаған су құйып, қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 5 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып 200 мл-ден аш қарынға ішіңіз. Емді тамақтанудың алдында жүргізу керек. Екінші тәсіліміз: 2 тіс сарымсақты ұсақтап дәкеге саласыз. Кеңдеу ыдысқа 200 мл сүтті құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң үгілген сарымсақты салып 10 минуттай қайнатасыз. Дайын болған емдік сүтті таңертең аш қарынға ішесіз. Емдеу мерзімі 7 күн. Үшінші әдісіміз: 500 грамм үзілген зімбір тамырын 500 мл араққа саласыз. Ыдысты күн тимейтін жерге 14 күнге қоясыз. Дайын болған соң тұнбаны сүзіп алып, аш қарынға ішесіз. Ескеріңіз, тұнбаның 5-10 мл-не 100 мл қайнаған салқын су араластырасыз. Төртінші тәсіліміз: 150-200 грамм асқабақтың дәнін қабығымен блендерден өткізіңіз. Ұнтаққа 1 ас қасық бал мен 4-5 ас қасық қайнаған су қосасыз. Дайын болған қоспаны аш қарынға қабылдау керек. Емді қабылдаған соң 3 сағаттан кейін іш жүргізетін дәрі ішіңіз. Бесінші тәсіліміз – ол пияз. Пияздың 2 түрін дайындауға болады. Біріншісі арақпен. Ұсақтап туралған пиязды жарты литрлік банкіге саласыз. Толықтырып арақ құйып, қақпағын мықтап жабыңыз. Банкіні 10 күнге күн тимейтін жерге қою керек. Белгіленген күннен кейін тұнбаны сүзіп алып 2 ас қасық ішесіз. Емді тамақтанудың алдында жүргізу керек. Екіншісі, ұсақтап туралған пиязды стаканға саласыз. Үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып қоясыз. Таңертең дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стакан 2 рет ішесіз. Емді 3-4 күн жүргізу керек. Құрттардың алдын алудың ең жақсы жолы таза қол және таза тағам. Тазаланбаған ауыз судан, сүттен бас тартыңыз. Мұндай өнімдерді жоғары температурада қайнату өңдеу керек. Тағамдарды термиялық өңдеу ережелерін сақтаңыз. Етті қанмен, сондай-ақ шикі тартылған етті жеуден бас тартыңыз. Көкөністер мен жемістерді жеу алдында қайнату керек. Спонтанды нарықта өнімдерді сатып алудан бас тартыңыз. Үй жануарлары болса, оларды ветеринарлық тексеруден керек. Үй жануарлары болса, оларды ветеринария тексеру керек. Көктемде және күзде ағзада құрт бар жоғына қарамастан дәрі-дәрмекпен профилактика жүргізу қажет. Немесе үй жағдайындағы ағзадағы құрттан құтылудың тәсілдерін қолданған жақсы. Қауіп тобындағы адамдар, балабақшалар, мектептер, хайуанаттар бағы, ветеринарлық клиникалар қызметкерлерді гельминттерге мезгіл-мезгіл тексеру қажет. Адам ағзасындағы құрттар бұл назардан тыс қалдыруға болмайтын күрделі мәселе. Паразиттердің кейбір түрлері адамның бар күшін шаршатып, сарқып, соңғысы өлімге әкеледі. Құрттарды дер кезінде диагностикалау тез әрі тиімді емдеуге мүмкіндік береді. Ал ең жақсы алдын алу жеке гигиена сақтау. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар.
Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.